Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында пельмен жасайтын боламыз. Мен жоғалтпамау үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ол үшін алдымен ұнымызға жұмыртқамызды, суымызды, тұзымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болған кейін салафанға салып тындырып қойыңыздар. Одан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін етімізге пиязымызды, қалауыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосып дайындап алыңыз. Нанымыз жақсылап тынғаннан кейін осындай бірнеше бөліктерге бөліп, көлемін өз қалауыңыз бойынша. Менде осындай кішкентай көлемде қамырлар шықты. Барлығын осылай бөліп алатын боламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жайып, пельменімізді түйіп бастаймыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып алғаннан кейін салмамызды салып, шетін осылай жақсылап жауып, пельмендерімізді түйіп алыңыздар. Барлық пельмендерді осылай түйіп шығамыз. Дайын болған пельмендерді тақтайға салып, холодильникке салып қоям біраз уақытқа. Осымен біздің пельменіміз дайын, өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.